Бүгінгі күн мүмкіндік береді. Егер сіз өткен нәрселерге өкінетін болсаңыз, немесе болашаққа үнемі дайындалатын болсаңыз, өмір сүру қауіпті болып көрінеді. Әрине, бұл прогрестің белгісі. Біздің уақытымызды жоспарлау және болашаққа деген алаңдаушылық. Бірақ біз бұл сәттің сұлулығын байқамай қалсақ, олай ойлауымыз қақпанға айлануы мүмкін. Бүгін ерекше және ешқашан қайтарылмайтын күн. Ол сіз үшін уақытыңызды қымбат адаммен өткізуіңізге мүмкіндік береді. Сіздің арманыңыз бен мақсатыңызды тексеруге мүмкіндік, бақытты болу мүмкіндігі. Сондықтан басқалардан гөрі бүгін неғұрлым саналы өмір сүру үшін не істей алатыныңызды ойланыңыз. Егер сіз бүгін қиыншылыққа тап болсаңыз, оны жүрекке қабылдамаңыз. Көп нәрсе біздің көзқарасымызға байланысты. Сіздің көңіл күйіңізді бұзатын ештеңеге мән бермеңіз. Бүгін менімен болатын ең нашар нәрсе ол бүгінгі керемет күн болуы мүмкін деңіз. Үмітсіздікті ризашылыққа айландырыңыз. Сіздің жағдайыңыздың қожайыны болып қала беріңіз. Жағымсыз кездейсоқтық сізді ұстауға жол бермеңіз. Бенджамин Дизраэлі кішкентай проблемалар кішкентай адамдарға ие деп айтқан. Сіз оған жол бермесеңіз, бүгін сіз үшін дайындалған қазынаны ешкім және ештеңке сізден тартып ала алмайды. Бұрын алхимиктер қорғасын мен жерді алтынға айналдыра алатын дейді. Табысты адамдар алхимиктер сияқты қарапайым жағдайларды алтын сәттерге айналдыра алады. Жаңбырда да күліп, кішкентай әнін ысқырып, көңілді және бақытты адамның сырын білесің бе? Бүгінгі күн Аллаға алғыс айтуға тағы бір мүмкіндік. Алғыс айтатын нәрселер көп. Олар сіздің сүйікті және сүйетін адамдарыңыз үшін, керемет сәттер үшін, сіздің денсаулығыңыз үшін, жылжу, көру және есту қабілеттері үшін, тамақ үшін және өзіңіз тамақтана алатыныңыз үшін. Бұл тізімді шексіз жалғасуы мүмкін. Сіз өзіңіздің байлығыңызды түсініп отырсыз ба? Сыйлықтарды көріп тұрасыз ба? Олар күн сайын сіздің үлестеріңізге түседі. Біздің қаншама кереметтерді өзінен өзі қабылданғанын түсінгеніміз анық болды. Жағдай айналамыздағы адамдарға да қатысты. Біз оларға қарапайым нәрсе ретінде қарауымыз керек. Жеңімпаздар әр күннің бірегей мүмкіндіктеріне ие болады. Олар қоршаған адамдарды олар бұған қалай лайық солай бағалайды. Олар одан сиқырлы сыйлықтар секілді күшейеді. Өмірдің негізі туралы ойланғанда түсінгенім, үмітсіздік өмірге деген таңданысына көлеңке түсірмейтін риза адамдар бар. Жеңімпаздар бүгінгі күнді пайдаланады.